Әбекеңнің бөлесінен Майнұрдың үлкен әпкесінің қызы ғой. Астанада 15 жылы тұрмысқа шыққан, атынан барғанбыз сол жерде. Сол жерде үлкен Назарбаевтың университеті, сол жерде сабақ береді. Күйеу бала да сондай мықты математик. Бүгін енді бұл жерде ешқандай бөтен адамдар жоқ. Ал енді Ләззат Бақытгүл Әбекеңнің біздің атамыздың несі қандасының келіні. Жиен келін ғой. Сондықтан бұл жерде ешқандай бөтен адам жоқ. Бақытгүлдер шақырғанымыз ана келінді болды, одан кейін кішкентайлы болды, енді соған үйден дән татсын деп енді. Онысы бұл біз негізі туған күн жасаймыз деп ойлаған жоқтығымыз. Біз ондай план жоқтығымыз. Кеше сендер айттыңдар ғой. Содан кейін дереу ой бар, онда біз Нұрболаттарды шақырайық, Бақытгүлдерді шақырайық, бәріміз бас қосайық деді. Оның үстіне Нәшін сен Айгүлге айтты. Как раз Ләззат келе жатыр екен деп. Енді ниет қалыс деген осындай болатын шығар, міне бәріміз бұл жердегі мақсат, былай қарасаң, бәріміздің осы бас қосуымыз. Енді бір жағынан себепкер енді Әбекең міне 63-ге келіп пайғамбар жасы дейді. 63 бүгін мен бастап 60 пенсияға документ уже қабылданып деген сообщениесі келді. Алла бұйырса Шүкір. Не дейміз енді, тек қана басымыз осындай тек қана жақсылықта қосыла берсін, аман болайық. Көргеніміздің бәрі қуанышты күндер болсын. Алла бұйырса балаларымыз да ортамызға оралып